Мұрат Өскінбайдың Маңғыстаудың ақын жыраулары туралы толғауы. Маңғыстау қырымен арқадан шығыпта еді шайырлары, ауыл мен ақтан бұрында, қашаған мұрында, ортаға салған сөздерін, қияға тігіп көздерін, жіберген алыс қырымға, шешендік етіп өтіпті мен кеменен сырымда. Әбу Бәкір Шерниязы орында алған пірлерім, жазушы ақын жырында. Махамбет Мұрат Байтоқтан артылып шайыр өткен жоқ, 12 байдың ұлында жас келен ізім нұрпейіс. Тақтақтар талай өтіпті Астана халық ұруда. Балора жібек көшелек, құлашын жазған төтелек, заманында осылар жырларын төккен еселеп. Бәйге алған шауып шайырлар алайғыр нарын жетелеп. Құдаш пен қалым Аралбай, Қалния жырау Қарасай, ақтарған көпті жетелеп. Ғапуран Қожа Есенбақ, қисықпас өмір елемес. Бұлармен ешкім тең емес. Кемесі келген арыдан сөз жүйесі дарыған, озбаса жұрттан кем емес. Айдай, яридай, айдай, яридай, яридай. Мұнанда бері келгенде Бердібек пенен тілеген, Мәулім берді 8 байы, жүйріктер шыққан жүлделі. Найзабек пенен Берішбайы, Бәйімбет палуан Медетбайы, адайдың болған бұлбұлы. Келеді жатқан қашаннан, бұларда шайырлар екен үлгілі. Лайықтап та айтылған жүйріктің толқын шындығы. Мұнанда бері сөйлесек, Өскінбай досат шолтаман, жал келді тұрсын тас темір. Осылардың барында құмары көптің тарқаған, асырған бұлар өнерінде Маңғыстау қырымен арқадан. Өскінбай күйші ән шақын, 8-де қырлы бір сырлы, Маңғыстау жаңғақ ойларынды аралап жаяу шарлаған. Аралап жаяу шарлаған, айдай, яридай, 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 яридай. Мұнанда бері келгенде сәтті құл төмен Елбай, сөздерінің іреңі тыңдаған жұртқа таңғалып. Өткірлігі сөзінің кестелі жаңа дәуірдей, найзалай болып ұңғысы лайықтап айтылған. Жүректің толқын шындығы талайдың тыңдап жазылған. Қайғысы менен мұңдығы әсіресе Сәтекем, жайылған үні халыққа тарады кеңнен жарыққа. Түсіп те отыр жинағы, өшпестей мәңгі тарихқа. Сәтекем көптің ағасы, бір арнаның сағасы. Гүлденген жаңа дәуірде берілген ақын бағасы. 90-ға жасын тойлатып, топырағың тұрға Сәтекей. Еңбекші елдің баласы, атыңды естен шығармас. Жан жігіт Шомғұл Дүйсенбай, Есмағамбет Құрекеш, мағзамда қарыз Қанимен, сүгірді ақын Ұзақбай. Өнерлерін өрлеткен ақтарылған бұлақтай, жүйіктер еді саңлақтай. Жағымды үні құлаққа
тебірендірді халықтайы екпінді күшті шулатпай халқының айтқыш атанып сырменен көңіл жұбаттай сүйгенде елді балқытып көкірегін аңқытып ортаға сөзін сынаттай Өткелбай Хамит Қарағұл екі бай Қойбас Аязбай бірнеше түрлі сазбенен тыңдаушысын ұйытқан осылардың жырлары аңқылдап шықты әр жерден Әл-Қуат Айтқұл Бүркітбай ақындар сөзін таратқан тыңдаушысын тұндырып аузына көпті қаратқан сүйіктер еді бұларда алысқа қосып жаратқан шаршамастан танбастан талайда жерде таң асқан айдай яридай 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 Айтайын сөзді кезеніп, айтайын сөзді кезеніп, қызылда тілін безеніп, телдерін сүрткен қабақтан бөкен байып тағы бар шабытына келгенде аққанда судай ағылар қара отқан күндердің көргенде жүзін сағынар шығарып айтқан жырлары іждағатпенен тыңдады жаңғақтың оймен қырлар-ай сәтті қолды іздеп танысқан келтіріп сөздің ырғағын ортаға сөзін сынаттай тыңдағандар ұнатты шыққан соң шайыр соңынан ықыласын сәкем құлатты Есенғалидың сөздері-ай жылаған жанды жұбатты сәтті қолдай қартынан сұрады сөзін ағалық кейіннен келіп жетіскен жас ақын деген баталық бөкен байып шайырдың айтылып жүрген жырлары заманым үшін жаңалық тақтақтар талай көп өткен бұл заманның түрінде жоғарыда айтылған айтқыштар еді күнінде өсиетін қалдырған солардың өшпес үнінде біренде саран шайыр бар қартайған жасы бүгінде ол кім десең айтайын әлі де тілеп қойып жүр ұзақбай менен сүгірге солардан кейін бір күймен қалыпқа тұрған өзіміз аунаған аттың түгіндей қалт кеткен соң біз қалдық өнердің ауыр жүгінде бұлбұлдар талай көп өтті заманның әрбір түрінде бүгіндері қарасақ заманның шықты жаршысы үйренген ілім білімге біразырақ айтқан сөз ақындардан басталдай өсиетін қалдырған солардың айтқан тіліндей